Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шпинаттан жасалған пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен мискамызға 500 грамм жақсылап жуып тазартылған шпинатымызды турап саламыз. Үстінен 250-350 грамм шамасындағы ірімшікті саламыз. Артынан 5-6 ас қасықпен сұйық май құямыз да тұзын қосып жақсылап араластырамыз. Енді соусын әзірлеуге көшейік. Ол үшін бір ыдысқа жарты стакан сұйық май құямыз. Одан кейін бір осындай шишамен минералды су құямыз. Бұл шишаның мөлшері 200 мл. Көпіргенге дейін жақсылап араластырамыз. Енді противенге майлы қағаз төсейміз. Үстінен бір қамырды саламыз да арасына соусын жағып, екінші қамырды үстінен тағы саламыз. Екінші қамырды салғаннан кейін тағы да үстінен соусын жағамыз да шпинаттан әзірленген салманың жартысын осының үстіне саламыз. Енді дәл тура жаңағыдай барлығын қайталап шығасыздар. Енді пышақты аламыз да осылай тілімдерге бөліп аламыз. Соустың қалғанын пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Одан әрі шамамен 30 минуттай уақытқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз.
Енді бір кішкентай ыдысқа бір жұмыртқаның сарысын және 2 ас қасық ұйытылған айранды аламыз да жақсылап араластырып, пирогымыздың үстінен щеткамен жақсылап жағып шығамыз. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Енді пирогымызды алдын ала ысытылған 170 градус духовкада шамамен 45-50 минуттай пісіреміз. Мінекей, шпинаттан жасалған пирогымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, айта кетейін, менің каналым тек қана рецептер жайында емес, өзім Стамбулда өмір сүргеннен кейін Түркиядан және Стамбулдан қызықты блогтармен бөлісіп отырамын. Жалпы түрік халқының мені таңғалдырған дүниелері сияқты қызықты ақпарларды беріп отыруға тырысамын. Сондықтан қапыда қалмай каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар.